Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге дәстүрлі емес әдісте сурет салуды көрсетемін. Ол үшін бізге полиэтилен пакеті, гуашь, ақ қағаз, щеткалар керек болады. Полиэтилен пакетін түйіп, оған бояуымызды жағып, қағаз бетіне гүлдерімізді түсіреміз. Дәстүрлі емес сурет салу әдісі біздің қызығушылығымызды көбірек тартады. Өйткені олар табандылықты қажет етпейді. Балаға шығармашылық кезінде өз мүмкіндіктерін айқын көрсетуге мүмкіндік береді. Және айналамыздағы заттарды шығармашылық үшін ерекше материал ретінде пайдалану мүмкіндігімен таныстырады. Егер бала қарандашпен сурет салуға қызықпайтын болса, онда дәстүрлі емес сурет салу әдісін пайдаланып, баланың қызығушылығын оятуға болады. Пайдаланып көріңіздер. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Тамашалағандарыңызға рахмет.